Ал жігіттер, халықтың жаңа сұрауы бойынша қайттан жаңадан қалай түсірілгенін, қалай істелгенін соны айтып береміз қазір. Мына құдықты восходтың дөңгелегі. Оны бекітеміз. Стропила, 10-дық стропилаға мынандай тесіп, мынандай болт өткізіп бекітіп қойғанбыз. Сосын астында да дәл осындай дөңгелек бар. Оған мынандай арқан өтеді резинкамен. Стропиланың ұзына бойы төменге дейін апарған. Мына резина әр 50 сантиметр сайын қойса да болады, 30-дан қойса да болады. Мынандай түйіндеп қоясыз. Мына трубка кәдімгі 70-тік, одан кейін астыңғы 50-лік септикке қойып жүрген трубалар. Орысша айтқанда. Сосын мынандай упор беріп қою керек. Мына труба қозғалмау үшін мынандай ағаш бекітіп қоясыз. Астынан да Үш жерден бекітіледі. үш жерден бекітіледі. Сосын мына центрге келтіру керек. Мына дөңгелектің арқан центрімен келген кезде еш жерге тірелмеу керек та. Осы айналған кезде суды көтере береді жорғалар. Айналдырып көрсетейін. Тез шығады. 1-2 айналдырсаң өзі шығып тұрады су. Мінекей. Қатайғансың, қат шығады. Сосын қыстың күні қатпайды, мына судың салмағымен кейін қарай дөңгелек қайтып алып кетеді. Суды кейін қарай алып кетті. Бұл қатпайды қыста. Қыста егер қатады деп күмәндатсаңыз, қайттан бұлай қарай айналдырып жіберсеңіз болды. Ешқандай қиындығы жоқ енді. Кішкентай жіңішке арқан, резина, мына трубкалар. 70-тік, 50-лік астыңғы. Астыңғы неге өлшейсіз? Астыңғы резинаның астыңғысына 50-лікке өлшеу кесу керек. Мындай. Болды, астында да дәл осы дөңгелек. Стропила астына дейін барған. Астына дейін барған, астына былай кетіп қалмау үшін ағаш қақып қойғанбыз. Үстінен де қақып саламыз, цементке бекітіп қойғанбыз. Төмен түшкен бейді. Осы енді басқа. Не айтамыз көрермендерге? Келешекте бұдан да жақсысын орындап табамыз. Келешекте бұдан жақсысын тауып береміз.